Бір келіп сұрауы мүмкін, иә, намаз оқы дейсіңдер, жарайды, мен намаз оқиын, ол маған не береді? Мен одан не ұтамын? Мен көретін жақсылығым қандай десе, біз оған не дейміз? Сен бір айттың ғой, үндемейтін уағызшы бол деп. Есіңде ма? Омардың сөзі ғой. Омардың сөзі ғана деп. Білмеймін, сен Омарға біз саған жатып алғанбыз ғой әйтеуір сенің. Мен енді мына жерде бүйтіп жатырмық қой, қараңыздар. Ізгі ортаны намазға байлап жатырмық, дұрыс па? Неге? Енді осы жерде көрермендер түсінбей қалуы мүмкін. Ізгі ортаға намаздың не қатысы бар деп. Сонда намаз оқымайтындар ізгі емес па? Намаз оқымайтындар ізгі емес па деген сияқты, дұрыс. Әдемі, орынды қойылу керек болған, мысалы, мен көріп отырсам да солай сұрақ қояр едім. Неге қатысы бар? Себебі Алла тағала Құранда айтады, инна салата танха анил фахшаи вал мункар дейді. Ақиқатында намаз арсыздық пен қайтарылған ұнамсыз әрекеттерден қайтарады дейді. Адамда не қайтарады? Намаз қайтарады. Демек, ізгі ортаның да мақсаты не ол жерде? Қайтарылған жаман арсыз нәрселерден тыйылу. Демек, мына екеуін байланыстырып тұрған нәрсе не болады екен? Намаз болады екен. Әдемі байланысатын сияқты екеуі. Адам егерде өз-өзін мен күнәдан өзімді сақтаймын дейтін болса, онда адам қателеседі. Мен өзімнің тәжірибем өмірді көріп саған ұқсап, мен де айта бермеймін тәжірибеде. Енді қызметтегі тәжірибем бойынша айтайын, мысалға ауылда қызмет жасап жүрген кезде мен айтатынмын, құрметті жамағат, жұма күні айтам да, сендер темекі шекті ме екен деп, насыбай атты екен деп мешітке келмей қалмаңдар, мешітке келе беріңдер деймін да, жұмаға келіңдер, сосын күнде кешкісін бізде мынадай уақытта уағыз болады, келе беріңдер деп айтам да, намаз оқыңдар деп айтпаймын, мен келе беріңдер деймін да, күшті бізде уағыздар нелер болып жатыр, іс-шаралар. Сонымен келеді жайлап. Мен айтам, енді қалжыңдап айтам ғой, темекіні мешіттің сыртына келген кезде лақтырып кетсең болды деймін да, былай. Насыбайды атып кірді, терезенің сыртынан ішіне кіріп терезеден лақтырсаң болады. Бола береді деп. Главный кел деп жатырмын да. Алланың қалауымен қанша адам намазға келді да, мысалға. Жаңағы намазға келгеннен ана әрекеттерін тастады да. Жаңағы, көрдіңіз бе? Олар өз кейін айтып жатыр да, мен осыны тастаймын деп жүргеніме дейді да, қаншама жылдар болды дейді да. Бірақ Құдайдың құдіреті дейтін намазды бастадым дейді да, жамағатқа сасып келуге ұяламын дейді ғой. Тыят деген осы ғой енді. Міне, көрдіңіз ба? Біріншіден ол ізгі орта болып жатыр ана жерде. Намаз оқитындарды сөйтіп ойлайды ғой енді, бізде періштелер деп ойлайтындар бар екен. Мен де арабтарды Мысырға барғанға дейін арабтарды періште деп ойлайтынмын ғой, мен сөйтсем адам Мысырға барғанға дейін. Кейін барып білдім олардың адам екенін. Соқса бізде адамбыз ғой, бізде қателік бар. Бірақ ана ізгі орта басқа орталармен салыстырғанда бәрібір де абзалдығы және көрініп тұрады да. И ана байқайсың ба, кейде ұстаз келді деп темекісін тасып жүретіндер бар. Молда келеді деген сияқты. Неге? Бұл мені құрметтеп жатқан жоқ, біздің дінімізді құрметтеп, сол айтпесе біз ондай бір құрметке лайық адам емеспіз ғой. Өзі ұқсаған біреуміз ғой негізін. Сонда қараңыздар, енді ізгі ортаға мына қатысы, намаздың қатысы тікелей екен да, демек. Демек біз бұл жерде қате ойлаймыз да. Жаңағыдай темекіні тастаймын деп, тастап алайын, насыбайымды қойып алайын, анауды қояйын, сосын барып намазға келем деп. Бірінші намаз баста, сосын қоясың. Орындары керісінше ғой. Керісінше. Намаз соны қойдырады ғой. Аят соны айтып тұр ғой. Көбісі енді мешітке бар десең, мен таза емеспін дейді ғой. Сонымен намаз бастап мен таза емеспін. Қашан тазаланады деген соны түсіне алмадым мен ше. Абдуғаппар айтады, марқұм, сен бүкіл шампунды құй дейді ваннаға келіп. Бүкіл фери дейді. Соған шомыл дейді да, сонда да тазаланбайсың дейді да. Мешіттің сыртынан бүйтіп қорқып өтіп кете бересің дейді да, қорқып. Кірейін десең не таза емеспін деп айтады дейді. Сонда қашан тазаланасың дейді да. Жоқ, сен алғашқы қадамды жасасаң Аллаға қарай. Сосын Алла тазалайтын варианттарын көрсетеді. Айтып еді ғой, бұл тазарайын сосын барам деген, бұл бір тірі адамның бірінші тазарайын сосын жуынам деген сияқты ғой дейді. Керісінше сол сумен тазармайсың ба сен дейді. Сол сияқты. Әдейі суды бекер келтірген жоқ хадисте. Кімде-кімнің алдында жаңа 5 өзен ағып жатса есігінің алдында, соған күніне 5 рет шомылып тұратын болса, оның үстінде кір қала ма деген сияқты айтты ғой. Қалмайды дейді. Сонда 5 уақыт күніне намаз оқып тұрған адам бойында күнә қала ма дейді. Әрине қалмайды деп. Бұл рухани кірлік болғаннан кейін рухани жаңағы тазаруды талап етеді ғой енді ол. Ол былайынша кір емес, ол сумен тазарады. Сыртқы кір емес қой, сыртты итакты жуып алады. Рухани кірді, рухани тазартушымен тазартасың да. Ол намаз біздегі. Бізде жаңа намаз мысалға 5 уақыт деп ойлаймыз ғой біз. Ол намаз 5 уақыт емес қой, 50 уақыт қой негізінде. Бізде 5 уақытқа 50 уақыттың сауабы беріліп тұр ғой. Пайғамбарымыздың үмметіне берілген сыйлығы, Алла тағаланың берген сыйлығы ғой. Бұл намаздың мысалға басқа құлшылықтардан тіпті ерекше.
бүкіл құлшылықтың бәрі бізде жерде парыз етілген. Бұл намаз миғражда Раббымыздың құзырында парыз етілген. Сондай ұлы құлшылық қой енді. Сол құлшылық сені тазалайды деп, Раббымыз Алла Тағала айтты ғой Құран кәрімде, мысалы Омардың исламға келуіне тікелей себеп болған Таға сүресінің аяттары ғой мысалға да. Не деді Алла Тағала? Ей Омар деген сияқты, енді Омар деп жатқан жоқ қой, бірақ ол жерде әркім өзіне қабылдау керек сияқты да. Ла илаха илля ана деп айтады ғой, менен басқа құдай жоқ қой деп. Фаъбудни, маған ғана құлшылық қылсай, ва ақимис салата ли зикри, мені еске алу үшін намаз оқысай дейді ғой Алла Тағала енді. Демек сол намаздағы ең үлкен нәрсе Алланы еске алу, ал Алланы еске алу адамды харамнан тыяды. Енді кімнің кім шынайы тақуалығы жаңағы жалғыз қалғанда білінеді дейді. Жалғыз қалғанда сен жалғыз қалмайсың ғой. Мұсылман адам жалғыз қалмайды, мұсылман Раббысымен бірге болады әрқашан. Жалғыз қалғанда зікірлер бар толтыратын, Құраның бар деген сияқты. Сондықтан мұсылман ешқашан жалғыз қалмайды. Мен осы аятты әркім өзіне жеке қабылдаса екен деймін ше. Мына Таха сүресіндегі аятта 14-ші аят ұмытпасам. Иә? Иә, екінші бетінде ғой. Ла илаха илля ана. Менен басқа құдай жоқ. Фаъбудни, маған ғана құлшылық қыл. Ва ақимис салата ли зикри. Мені еске алу үшін намазға тұр деп жатыр.